Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін чебуреки жегім келіп, пысықсынып пісіріп көрдім. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сочный әрі мощный болып шықты. Мақтағаным емес, шынайы айтып жатырмын. Ол үшін бізге ұн, сұйық май, қайнап тұрған ыстық су, сонымен қатар тұз қажет болады. Менде пионер ұны высший сорт. Тұзымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толықтай еруі қажет. Енді осы суымызды ұнға құйып, қамыр илейтін боламыз. Бастапқыда достар қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Өйткені суымыз ыстық болғаннан кейін қолдарыңыз күйіп қалып жүрмесін. Соны байқап қадағалаңыздар. Ары қарата қасығымызға рахмет айтып шетке қойып қоямыз да, қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Достар, қамыр бізде қолға жабыспайтын, сондай біркелкі, жұмсақ, сондай красавица, нәзік қамыр болып шығуы керек. Мінекей қамырымыз өте жұмсақ, сондай қайта-қайта илей бергім келеді. Жұмсақ әдемі қамыр болып шықты. Бұны демалдырып бір 20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін фарш, пияз, тұз және де су, бұрыш қажет болады. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз да саламыз. Оның үстіне тұзымызды, бұрышымызды, салқын суымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қатып қалған қағида жоқ, достар. Фарш болмаса, көк пиязбен, жұмыртқамен, картошкамен алмастыра берсеңіздер болады. Осылай жақсылап тұрып, мұжғылап, пиязымызды өлтіріп аламыз. Бізде фаршымыз дайын. Енді қамырымыз демалып болды. Демалып болғаннан кейін қамырларымызды бірнеше бөлшектерге бөліп жаятын боламыз. Менде 20 штук шықты. Аз-аздап ұн сепсеңіздер болады. Қамырымыз бір келкі теп-тегіс болып, әдемі болып жайылады осылай. Енді фаршымызды салып, чебурекиімізді түйетін боламыз. Дәл осы кезде газымызға сұйық майымызды қойып, қыздырып, астын баяу отта пісіріп алатын боламыз. Осылай шет-шетін қолмен бекітіп аламын да, шанышқының көмегімен шет-шетін әдемілеп шығатын боламын. Қызып тұрған майымызға чебурекиімізді салып, екі жағын кезек-кезек алмастыра отырып, пісіріп аламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Описанияға жазып қоямын. Өте керемет, сочный болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар, достар. Видеомды басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей өте дәмді чебуреки болып шықты. Ас болсын.